Сәлем достар, менде өкінішті жаңалық, мен домбырадан шығып кеттім. Мен бар жоғы бір жыл қатыспымда домбырадан шығып кеттім. Енді мен биге қатысам. Мен биге барған күнім сәрсенбі күні. Кеше бардым. Енді мен осы ерке қыз каналыма осы би туралы үйде отырып жаттығам деген қыздар болса, мен достарым болса, сіздерге бір кішкене пайдалы болсын деп сол. Бірақ та міндетті түрде бару керексіздер биге. Мен кеше ғана бардым да, кішкене жаттығу бар, оңай. Сіздер көбінесе бірінші шкафатта кетейін, ережелері бар екен. Бидің ережесі бар екен. Шкафатқа отырмастан немесе аяғын созбастан бұрын сен бірінші жаттығу жасау керексің. Енді үйреніп жатқан жандарға бірінші жаттығу жасау керек. Жаттығу жасаған соң жасау керек. Себебі жаттығу жасамай тұрып жасасаңыз, сіздердің сіңірлеріңіз созылып кетуі мүмкін. Сіңірлеріңіз созылып, немесе еттеріңіз ауырып қалуы мүмкін. Мен биге бармай тұрып, сейсенбі күні немесе дүйсенбі күні бір кезде солай жаса көргенмін, шкафатқа отырып. Одан кейін мына аяғым биткен кезде қайрылып, аяғым шығып кете жаздады. Сондайдан аман қалдым. Жаттап жатыр. Енді мен осындай заттарды түсіретін боламын. Осы жаттығуды бірінші шкафатқа отырмас бұрын қайталау керек. Мен бірақ біразын ұмытып қалдым. Бірақ та негізі көп жаттығу істегенбіз біз. Мен бір-екеуі ғана есімде қалған, бірақ сонда да оларды көрсетіп кетейін. Бірінші сіздер қалай айтсам болады? Осылай негізі көбілеріңіз көресіздер ғой гимнастикада. Биде гимнастикаға байланысты. Бірақ біздікі көркем гимнастика емес. Бірақ сонда да оны білу керек. Биде көркем гимнастика кейде қолданылады. Енді міндетті түрде шашкиларыңыз болу керек. Міне, көбінесе кинода көресіздер ғой, андай қара шашке мына жағында X тұратын. Қандай болса да шашке ала беріңіздер, өздеріңізге ыңғайлы болса болды. Мен әзірге киімім жоқ, бірақ та сіздерге өз киімдеріңізді беретін шығар. Маған енді береді. Осылай көркем гимнастикада тұрады ғой, бүйтіп. Бұл аяқтың башпақайын істеледі да, бүйтіп тұрасыздар. Көбінесе бітесіздер, бітесіздер. Ол болмайды. Сіздер өздеріңіз баспақайларыңызға, яғни аяқ саусақтарыңызға күш түсіру керексіздер. Өздеріңіздің денелеріңіздің салмағын түсіру керексіздер, бүкіл салмағыңызды осы аяқ саусақтарына түсіру керексіздер. Түсіреміз да, бір сағаттай тұруымыз керек. Себебі сіздер үйренесіздер, және аяқтарыңыз үйренеді да, сіздер биге тез үйренетін боласыздар. Осылай башпақайымызды қатты басамыз, кейбіреулерінде қытырбайды. Онысын кетуі мүмкін деп көп айтып жатады. Бірақ абайлаңыздар, шынымен де сын кетуі мүмкін. Осылай бүкіл салмағыңызды қосып тұрамыз да.
бірнеше минут тұрамыз. Мен тұра алмаймын, сіздер 1 сағат бір жерден ұстап тұрсаңыздар да болады. Егер ұстамай бірнеше минут дегенде 1 сағаттай тұра алсаңыздар, үйреніп кетесіздер. Әпсі менің мына видео ұзақ болып кетеді. Бірінші жаттығу қалай айтсам сіздерге. Баққа болайықшы, давай. Баққа дегенде ол мынандай да, мысалға жатасыздар ғой. Таппай жатырмын да просто. Бедестер. Жатасыздар ғой. Жатасыздар. Аяқтарыңызды міндетті жақ ұстаңыздар. Одан кейін қатты аяқтарыңызға дейін тартып аласыздар. Аяқтарыңызды мына үшін тартасыздар. Сонда аяқтарыңыздың башпақайларыңыз өстіп қысылады. Өстіп иіледі, да? Сіздерге оңай болады бағанағы жаттығу жасағанбыз. Сіздерге тайғана кетуі мүмкін, сондықтан мықтап ұстаңыздар да. Сақина болыңыздар. Айналасыздар сақина. Осылай кішкене 5 минуттай өстіп, айналып тұрасыздар да, домалап тұрасыздар өстіп. Домалап тұрасыздар кішкене. Домалап тұрғаннан кейін сіздер уже үйрене бастайсыздар. Содан кейін оның тағы бір түрі бар. Яғни, мына екі аяғыңызды біріктіресіз. Бағана біз аштық қой. Мысалға бүйтіп көрсетейін сіздерге. Мысалы, біз бағана бүйтіп ашып істедік. Енді біз бүйтіп жабып істейміз. Жабып, мына екі аяғымызды. Мына жақты вообще ашпау керек. Оны ашпаған соң, сіздер бұған да үйренесіздер. Бұл қалай айтсам болады? Денеге қыздыру, жаттығу. Вообще ашпайсыздар айналып отырған кезде. Осылайда біздің аяққа да жаттығуларымыз бар. Сіздерге оны кейін көрсетемін. Қазір аяқтың башпақайымызға, аяқтың саусақтарымызға жаттығу жасап алайық. Беге барған кезде сіздер апай айтқандай, мысалы бізде шашымызды қатты түйемізді, кедіретін бірдеңке бар еді ғой, тиген кезде ше, кедіре салады. Біз сондай тағамызда, шашымызды. Енді аяқтың жаттығуына келетін болсақ, бұл бүйтіп тұруға жаттығуда, өсіп тұруға жаттығу, бұл тоже. Негізі ананы істемес бұрын осы жаттығуды істеп алуыңыз керексіздер. Бірінші жаттығу, қарамай қойыңыздар. Осы сондай да. Осылай тұрасыздар. Және бірінші жаттығу аяқтарыңызды айналдыру. 1, 2, 3, 4. Біз сыртқа қарай айналдырып жатырмыз. Ақырын айналдырсаңыздар, бұл да жақсы. Тез айналдырсаңыздар, ол да жақсы, бірақ та ақырын айналдырыңыздар, бұл сіздерге кеңес. Қатты аяқтарыңызды созыңыздар, бұл бойды өсіруге және бұл аяқтарыңызды өсіруге арналған жаттығу. Және башпақайдың аяқтың саусақтарына. Бүгесіздер, қатты да, бүйтіп қатты мына жағына қарай бүгесіздер, айналдырасыздар. Енді бізге ішке қарай істейтін боламыз. 1, 2, 3 көріңіздер ма? Уже мына жерге дейін қытырлайды. Бұл сізден аяқтарыңыздың қызып жатқаны.
Ақырын істесеңіздер өстіп, тез істесеңіздер де осындай болады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Прям қатты созу керексіздер. Сонда үйренесіздер. Мысалы, қай жаққа дейін созылады, соза беріңіздер. Қай жаққа дейін соза беріңіздер. Менікі мысалы бұлай ғана созылады. Және де тағы көп жаттығу бар. Сіздерге көрсететін болсам, тағы не жаттығу бар еді. Башбақайға арналған мынандай жаттығу бар да. Бит созылып тұрады, созылмаса бүйтесіз деді. Өзіңізге қарай тартып тұрасыздар. Бірақ ол сіздерге пайдасы болуы мүмкін. Ол жай ғана, бұл жай ғана. Это сізге айтпай қояйын. Енді қалай істесем, башбақайымызды бұлай башбақайымыз қимылдатамыз, бұлаймыз. Қараңыздар. Қатты созуымыз керек, прям қатты. Сонда үйренеді аяқта. Қатты созу керек сіздерді. Қиналсаңыз да қатты созу керек сізді. Кейбіреуін мына жер қытырлайды, мына жер қытырлайды. Кейбіреуін тіпті табандар қытырыла кетеді. Бір ақырын істейміз. Бұл ақырын негізі көп осындай жаттығуларды көп істеу керек және ақырын істеу керек. Сонда пайда болады. Бір мына жаққа келген соң аяқтарыңыз саусақтарыңыз қатты бөгестерді. Одан кейін кері қайтатын кезде бит саусақтарыңызды қысып аласыздар да, мысалы. Міне, бұлай. Бүйтіп қысып аласыздар. Да? Қысып аласыздар. Және осылай істейсіздер. Менің уже мына жағым қытылып жатыр. Бұл аяғымыздың қызып жатқаны. Осыдан кейін істесеңіз болады бағана бірінші істеген жаттығуды. Міне осылай істейсіздер. Тағы сіздерге қандай жаттығу істесем болады? Негізі бұлай істеуге болады да. Мен бірақ та істей алмаймын. Мен істей алмаймын да. Істей алатындар болса, онысын қайта бүйтіп иіліп жасай беріңіздер. Бұл сіздерге өте керек. Тұратын кезде осылай ана жаттығуды істеп, бағана мен көрсеткен аяқ жаттығуларын істеп болғаннан кейін, табан жаттығуға істеп болғаннан кейін өстіп тұрған кезде және сіздерге тағы да бір жаттығу көрсетемін. Бұл сіздердің икеміңіздерге, яғни тепе-теңдік ұстауға көмектеседі. Мысалға, қайсын көрсетсем болады? Бір дейді. И мынандай барды бүйтіп ұстап тұрсыздар. Ұстап тұрсыздар. Типа ағаш сияқты да. Бас бармақтарыңызды ортан терекке апарасыздар да, астыңғы жағына апарасыздар да, қатты бүгесіздер да. Бүйтіп майысып тұру керек, ортан терек. Кіндіктің жанына немесе кіндіктен жоғары ұстайсыздар. Кіндіктің төбесіне немесе кіндіктің қасына ұстайсыздар. Кіндіктен астыңа қарай вообще болмайды. Тұрасыздар. Немесе бұлай істеуге де болады.
Мен бұлай көрсетейін, бұл таза тепе-теңдікте көрсетеді. 1, 2, 3 деп тұрасыздар да, түзу ұстайсыздар аяқтарыңызды, мүлдем бүкпейсіздер. Алдыға қарап тұрасыздар да, осылай бірнеше рет істеңіздер. Содан кейін уже сіздерде қабілет бастала бастайды. Одан кейін тура осылай тұрып келесі аяққа істейміз. 1, аяқтарыңызды бүгіп тұрыңыздар бүйтіп. Бүгіп тұрыңыздар. 1, 2, аяқтан мына тізелеріңізді бүйтіп бүкпеңіздер да. Тік ұстайсыздар да. Тік ұстайсыздар. Мына қолыңызға бірдеңе ұстап тұрсаңыз да болады да. Мысалы бір шыны, су құйылған стакан немесе кез келген ыдыста ұстап тұрсаңыздар болады, сонда сіздерде тепе-теңдік пайда болады. Өстейсіздер. Жанға апарасыздар. Тік тұрасыздар да. Бірнеше минут өстіп тұрасыздар. Сіздерге тағы қандай жаттығу көрсетсем. Мынандай жаттығу бар. Көрсетсем сіздерге. Бұл қалай айтсам екен? Бұл да аяғыңызды бүгуге жаттығуда. Бұл қалай айтсам екен, сіздерге айтатын болсам, бұл негізі бүйтіп ұстасаңыздар да болады. Бүйтіп бір көтересіздер, бірнеше минут тұрасыздар. Жатты деген, точно дегенде, негізі примерно дегенде 1 минут тұрыңыздар. Шыдамасаңыздар 1 минут. Егер шыдай алсаңыздар 1,5 минут тұрыңыздар. Аяқтарыңызды бүйтіп бүгіп тұрыңыздар. Бүйтесіздер. Мына екі аяқ қосасыздар. Ішінен кіргізесіздер қолдарыңызды. Және бүйтіп бүгесіздер. Міне. Бүйтіп келесіздер да. Бүйтіп бүгіп жүресіздер. Мына аяғыңызды тік ұстасаңыз, мына аяғыңыз бүйтіп тұру керек та. Негізі мына жақ майысып тұрады оның. Тік ұстаудың қажет жоқ. Тұрасыздар өстіп бірнеше минут. Кем деген 1,5 минут тұрасыздар өстіп. Және екінші аяғымызда солай істейміз. Енді екі аяғымызды да бірге көтеру керек. Бұл біреуін тұрасыздар, өстіп тұрасыздар. Қараңыздар. Мен неге бұлай ұстап тұрмын? Қараңыздар. Бүйтіп ұстайсыздар да. Бүйтіп тұрасыздар да. Өсіп тұру керек. Міндетті түрде өсіп тұру керек. Одан кейін бүйтесіздер. Өсіп бірнеше минут тұрасыздар. Бұны 2 минут істеңіздер. Мына екі аяғыңыз 1,5 минутқа үйренеді. Үйренген соң 2 минут жасап қойыңыздар. Тағы мынау бар. Бірақ қыздар, бұл тағы біреу бар. Бұның да ережесі бар. Жатасыздар. Өстіп аяқтарыңызды малдастырып жатасыздар. Мына жағыңыз обязательно осылай тұрады да. Жерге тигізсеңіз, екі аяғыңыз ашып кетсе, ештеңе етпейді. Мына жағыңыздан баспаңыз. Кейбір қыздар отырады да, осыны не істеу үшін да отырады. Осыған отырған кезде, осы жеріне отырған кезде жамбастарыңыз сыр кетуі мүмкін. Жерге тигізілмейді деп, үстіңізге ауыр зат қойып,
басатын үстіңізді. Немесе кез келген зат қойсаңыз короче, сондай болады да. Жамбасыңыз сынып кетуі мүмкін. Енді осылай істейсіздер да, бірнеше минут тұрасыздар. Бұның жаттығуларын мен әзірге білмеймін. Өстіп жатасыздар. Негізі астында бірдеңке болады. Атын ұмытыптым да. Бірдеңке болады астында. Мен қазірге кілемге істеп жатырмын. Менікі басшы жерге тигізілмейді. Тигізген сәтте де екі аяғым ашып кетеді. Бұны аяқ қысқа бар істей алмауым мүмкін, себебі аяқтан жетпей қояды. Аяқ қысқарып жүргенбіз. Бұны кем дегенде 1 минут істесеңіз жетеді. Қазір ойлану көрейін, қандай бар тағы. Так. Таптым бізде тағы. Бұл жаттығуға бұл сіздің бүйтіп отырған кезде бүйтіп барып, аяғыңызды бүйтіп түсесіздер да. Бұны қалай сіздерге қалай көрсетсем болады. Камераға сыймайды бұл да. Басшаңызға кез келген жұмсақ нәрсе қойыңыз. Егер басым ауырады десеңіз, кілем болса сізде, кілем болса соған істеңіз. Кілем болса, қатты болса жеріңіз, қатты да жер. Басым ауырады десеңіз, қойса. Осындай жұмсақ нәрсе қойыңыз. Маған да қазір жұмсақ нәрсе керек, себебі жаңадан бастап жатқандарға осындай болу керек. Жастық, немесе кез келген жұмсақ нәрсе. Бірақ басымыздың мына жағына келетіндей. Келесіздер. Камераға сыймайды тұр қыздар. Бүйтесіздер. Бүйтіп барып. Бестер. Осындай ғой, примерно. Бағына башпақайға салмақ саласыздар, бағынаға айтқандай. Башпақайға салмақ саласыздар, өсіп тұрасыздар. Егер бастаңыз ауыр кетсе, тезірек тұрыңыздар. Себебі бұл сіздің басыңызға қан құйып кетуі мүмкін деген белгі. Мен сол кезде басым ауырған. Келесі частым, келесі бөлімде жасалатын болам. Егер осы видеоға примерно 200 лайктай жинап тастасаңыздар. Өтініш. Каналға тіркеліп кетіңіздер, жазылып кетіңіздер. Всем бай-бай. Осы жаттығуларыңызды күнде қайталап тұрыңыздар. Сіздерге мен есіме ең түсіп жатыр да. Сальто бар екен да, сальто. Сальто деген біреңке сальто болады екен да. Біреңке сальто деген бар екен. Оны мен вообще білмеймін. Атын білмей тұрмын да, атын. Ұмытыптым. Бұны сіздерге істету мүмкін, немесе істетпеуі де мүмкін. Бұл камераға сыймайды. Бүйтіп келесіздер да, бүйтіп айналасыздар. Ой, мұны қаншық. Бүйтіп айналған соң барасыздар да, бүйтіп отыр қаласыздар. Шкафатқа отырасыздар. Бұны жаттығу істемей тұрып, бұны жаттығу жасап болғаннан кейін істеңіздер. Мұнда шкафаттың жаттығу бар.
Бұны апайларыңыз өздеріңіз айтады. Бұны апайлар өздері айтады. Бұны бірінші рет жасасаңыздар, үйренесіздер. Шоколадқа отырып та үйренесіздер. Және жай ғана сальто жасатуы мүмкін. Міне бұлай, мысалы. Осылай жасатуы мүмкін сіздерге. Келесі бөлімге саламын. Қыздар, егер 10 лайктан ашсыншы мақұл. Себебі мен видеоларымды көп адам көрмейді. Мен даже домбыра үйретіп салған видеоларымға 80 адам ғана көрген, бірақ лайк көп баспаған. Бірақ та бірінші салған видеома маған қолдау білдіріп отқан тәте бар. Қолдау білдірген тәте бар да, оған мен мың алғыс айтамын. Себебі маған ол толық жігер берді. Бірақ та қазір домбырадан шығып кеттім да. Осы жаттығуларды күнде қайталап тұрыңыздар, және де биге барыңыздар. Биге барған соң сол жақта көп үйренесіздер. Ол жерге барғанға дейін осы жаттығуларды қайталап тұрыңыздар, ол жақта қайта қиналмайсыздар. Всем бай-бай!